түсіңде құздан құлау, яғни құзда тұрып, шетінде тұрып құлайын деп қалдым деп ойлау немесе құлап кету. Бұл бір нәрсенің аяқталатынын білдіреді өміріңізге. Жақсы болсын, жаман болсын. Ал енді ол нәрсенің не нәрсенің аяқталатынын білу үшін біз ол түстегі сіздің қасыңыздағы нәрселерге мән береміз. Егер сіздің түсіңізде, қасыңызда құздан құлайтын кезде жігітіңіз яки әйеліңіз, күйеуіңіз тұрған болса, ондай жағдайда сіз сол отношенияның аяқталатынын білдіреді. Ал құздан құлайтын кезде сіздің қасыңызда ешкім жоқ, бірақ ойыңызда сіздің өмірдегі болып жатқан проблемаларыңыз, егер жұмыстан шығу, жұмыстан айырылып қалу, немесе отпускының аяқталуы, немесе қаржылық жағдай, қарызға бату, кредиттен құтылу деген сияқты нәрселер санаңызда тұрған болса, демек бұл құздан құлау сол нәрселердің бітетіндігін білдіреді. Құздан құлау көп жағдайда негатив жағдайлармен жорылады, яғни сіздің айырылғыңыз келмейтін нәрселерден айырылып қалатыныңызды, жібергіңіз келмей тұрған нәрселерді жібертіп алатындарыңызға жорылады. Неге ол негатив халінде аяқталады? Себебі бұл құздан құлау, бұл сіздің сол болып жатқан отношение, болып жатқан қарыздардан жүйкеңіздің әбден тозып, яғни сіз бұл отношениеден немесе бұл қарыздан, кредит алудан ешқандай ләззат алмадыңыз, ешқандай қызықты нәрсе көрмедіңіз, тек қана уайым, қайғы көрдіңіз. Осы уайым қайғының сізге әсер еткеннен сіз түсіңізде құздан құлайсыз, демек не істейсіз, демек сіз бар өміріңізде болып жатқан жамандықтардан айырыласыз. Бұны көп адам керінше қабылдауы мүмкін. Яғни мен деген жігітімнен айырылып кетті, мен деген қызым мен тастап кетті деп. Бірақ бұл нәрсе сіздің түсіңізде құз болып кірген себепті бұл сіздің өміріңізге жеңілдік әкелмек. Яғни бұл аяқталатын отношение, бұл сіздің өміріңіздің басқа парақтарының басталуы және де сіздің тәніңізге, рухыңызға жеңілдік әкелетін оқиға болады. Яғни сүйінші түстерінен.